Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен керемет пиццериядай оригинал пиццаның рецептімен бөлісетін боламын. Ең әуелі бізге жылы су қажет. Одан соң 1 шай қасық ашытқы, 1 шай қасық қантымыз саламыз, 1 шай қасық толтырмай тұзымызды салып, болғаннан соң оливковое масло құятын боламыз. Қанша керектігі жөнінде видеоның астына жаза кетемін. Оливковое масло болмаса қарапайым шемішкі майды алсаңыз болады. Артынан осылай араластырып алып, ұнымызды салып, 1 келкі масса жасап, тесті дайындайтын боламыз. Қолымыздың көмегімен тестіміз өте жұмсақ, қолға жабыспайтын күшті тесті шығады, қараңыздар. Енді осы тестімізді алып, осылай пакетке салып, жарты сағатқа бетін жауып, 30 минутқа бетін жауып, жылы жерге қойып қоямыз көтерілуге. Жарты сағаттан соң қараңыздар қалай көтерілгенін. Бұл тестіден бізде 2 пицца шығады. Сондықтан бұны біз теңде 2 бөлікке бөліп, аздаған май құйып, үстіне бір-біріне жабысып қалмас үшін тағы да 30-40 минутқа көтеруге қоямыз. Ортасына осылай бір-біріне жабысып қалмас үшін қасық немесе айырды салып қойсаңыз болады. Бетін пакетпен жауып, тағы да бір жылы жерге қоямыз. Неге қараңыздар қалай көтеріліп қалғанын. Енді осы каждый тестімізді алып, жақсылап, қолымыздың көмегімен, үстелімізге аздаған ұн сеуіп, қолымыздың көмегімен немесе оқтаудың көмегімен иілеп, пиццаның формасын жасайтын боламыз. Осылай дөңгелетіп, шеттерін әдемілеп, осылай көмкеріп шықсаңыз болады. Мен соусына қарапайым майонез бен кетчупты алдым. Негізі оригинал соусын келесі видеоларында бөлісетін боламын. Сондықтан міндетті түрде жазылып алыңыздар. Осылай барлығын жайып шығамыз. Одан соң үстіне сырды саламыз. Сыр қандай салады десеңіздер, сыр мен қарапайым сырды ала салдым. Негізі білесіздер, бұл сыр жақсы еритін, пиццаға жақсы еритін сырды қолданған жақсы. Моцарелланы аздап қоссаңыз вообще күшті болады. Пиццерияда көбіне соны қолданып жатады. Ол қымбат болғандықтан бюджетный вариант осыны алсаңыз болады. Мен бұл пиццаны колбасамен дайындадым. Қарапайым үй жағдайында. Енді уже екінші пиццаға кірісіп кеттік. Қараңыздар, тура солай жасаймыз. Соусын салып, сырын салып, енді бұның айырмашылығы тек помидор салатын боламыз. Неке қараңыздар, осындай керемет пицца шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сізге ұнайды. Дәмі деген сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Бұл оригинал мастер-класста дайындайтын рецепттер. Негізі соус келесі видеода дайындайтын боламыз. Сондықтан маған тіркеліп жазылып алыңыздар.